Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Құлынбет Абзал және Зе Құлынбет YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бұл YouTube арнаның мақсаты осы қазақтың азаматтарына бір кішігірім болса өзіміздің пайдамызды тигізіп, қаржылық сауаттылықтарын арттырып, инвестициямен айналысуға бір септігін тигізіп деген сияқты басқа да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз. Онымен қоса жай ғана теория емес, жеке мен көбінесе өзімнің практика барысында өзімнің ақшамды салып, солардың бәрін айтып отыратын боламын. Сол себепті осы YouTube арнаға тіркеліп отырыңыздар. Егер біздің ашық Telegram каналымызға тіркелмеген болсаңыздар, төменде сілтемесін қалдырып өтетін боламын. Енді бүгінгі біздің қозғайтын тақырып бұл кредитке байланысты. Әсіресе осы кредит алғанда сіз жіберетін басты 3 қателік немесе осы қазақстандықтар жіберетін 3 қателік деп айтуға болады. Себебі енді бірінші мен өзіме келейік. Мен осы уақытқа дейін өмірімде 1-2 рет қана кредит алғанмын. Қазір уақытта менің басымда бірде-бір кредит жоқ. Енді бұл тақырыпқа бөлек видео мүмкін түсіремін, егер себебі пайдалы болса. Себебі мен кредит алмас үшін не істедім, және де осы кредитсіз өмір сүру үшін мен қазір не істеп жатырмын деген сияқты осындай бір форматта егер сіздерге видео керек болатын болса, табыс табу бойынша видео керек болатын болса, онда әрине комментарийға міндетті түрде жазып отырыңыздар. Енді біздің басты бір қателіктеріміздің бірі бұл асығыстық шешім қабылдау. Енді асығыстық шешімнің астында бұл жерде менің ойымша эмоция жатыр. То есть адамдар эмоция арқылы бір нәрсені көріп қалады. Мысал ретінде ер азаматтарға мысал келтірейін. Ер азамат мысалы колеса кезетте отырады, сол арқылы бір машиналарды қарап отырады да, бір машинаға көзі түседі. Сол машинаға көзі түсіп, зерттейді, қарайды, хабарласады, бағасы өте күшті, тиімді, машинаның өзі де ұнап тұр. Көреді, қарайды, бірақ ақшасы кішкене жетпей тұр. Қолында мысал ретінде миллион теңге болуы мүмкін, тағы да бірнеше миллион жетпей тұр. Жетпеген ақшасын уже сол машина ұнап тұрғаннан кейін еш ойланбастан менің зарплатам жете ма, осы кредит төлеуге, тағы басқа расходтарым қалай деген сияқты мүлдем ойламайды, жеке өзіне анализ жасамайды да, прям осы кредит ала салады. Егер кредит берсе болды, қуанады, сол машинасын алады, одан кейін ары қарай уже қиналып, уже ары қарай кредиттік ямаға түсіп кету ықтималдығы, мен ойымша артады. Кредит алу деген сияқты ой пайда болса, сіздер бірінші өзіңізге анализ жасаңыз. Сіз бұл кредитті алдыңыз, алғаннан кейін айына қанша төлеу керек, сіздің қазіргі уақыттағы зарплатаңыз жете ма, жетпей ма деген сияқты кішкене өзіңіз сұрақ қою керексіздер. Егер сіздің басыңызда қазір басқа да бұдан басқа кредит болса, онда бұл тіпті өте ауыр болады сізге. Себебі сіздер бұл кредитті алсаңыздар, немесе алмасаңыздар, бұл өміріңіз қаншалықты өзгереді. Енді былай айтайын достар, кейбір адамдар ойлауы мүмкін, машина өте тиімді бағамен тұр, бұл машина мен қазір алмасам, басқалар біреулер алып кетеді деген сияқты. Егер олай болатын болса, бұл машина сізге просто бұйырмай тұр. Бұйырған зат өзі бүгін болмаса ертең сізге бұйырып келеді. Оған қатты уайымдап, переживать етіп, басқа біреу алып кетеді деген сияқты мүлдем ондай ой болмасын. Себебі бұндай мүмкіндіктер өте көп шығады, сіз күтпеген жерден тоже бұл келуі де мүмкін. Сол себепті көп адамдар осылай асығыстық шешім қабылдау арқылы жеке эмоциясына беріліп, бір ішкі шайтанға беріліп десек те болады, кредитке барып жүгіріп алып, одан кейін барып уже кредиттік ямаға түсіп бастайды. Сол себепті достар, ең бірінші біздің баста жіберетін қателігіміз асығыстық шешім қабылдау. Енді қазақстандықтардың көп жіберетін екінші қателігі бұл осы кредиттік пайыз мөлшерлемесін салыстырмау және сұрастырмау. Бұл жерде енді көп адамдар былай айтқанда кредит аламыз деп шешім қабылдайды, бірақ сол шешім қабылдағаннан кейін көп банктерді бір-бірімен салыстырмайды және нақтылап бір моментті сұрамайды. Әр банктың өзінің бір пайыздық мөлшерлемесі әртүрлі болуы мүмкін. Енді ұлттық банктың қаулысы бойынша негізінде пайыз 56%-ға дейін бару мүмкін. Егер қателессем комментарийға жазып өтіңіздер. Бір банкте 22%, бір банкте 30%, бір банкте 45%-ке дейін кетіп қалуы мүмкін. Онымен қоса кейбір банктерде былай жазып қояды. Біздің банктың сыйақы пайыз мөлшерлемесі 20%-дан жоғары. Бұл кезде кодандардың басты бір қателігі 20%-дан жоғары деген кезде кодындар ойлау мүмкін. 20%-дан жоғары бұл 21%, мүмкін 22% шығар деген сияқты. Нақтылап сұрамай сол банктен кредит ала салады. На самом деле 20%-дан жоғары деген бұл 25-те болуы мүмкін, бұл 30%-да болуы мүмкін, бұл 45%-да болуы мүмкін. Сол себепті бұл жақта осындай бір тонкий ловушка бар банктерден 20%-дан жоғары, немесе 18%-дан жоғары кредит береміз дейді. Ал барып сұрасан, бізде 35% деп айтады. То есть бұл жақта сіздердің басты қателіктеріңіз
нақты процентті сұрап алыңыздар. Егер сізге менеджер 20%-дан жоғары десе, сіздер айтыңыз. Маған нақты пайызын айтыңыз. 25 па, 30 ба? Бұл 20%-дан жоғары ол кете береді ол. Неге космосқа ұшып, сол себепті сол проценттің нақты сыйақы пайызын сұрап алсаңыздар дұрысырақ болады. Сол арқылы сіздер сыйақы пайызını максималды азырақ алсаңыздар, өздеріңіздің кредиттеріңізді жабу максималды оңайырақ болады. Осыны тоже ескеріп жүріңіздер. Одан кейінгі біздің соңғы үшінші қателігіміз бұл досрочно жабу жайлы ақпарат қосымша сұрамау. Бұл негізінде өте маңызды, себебі кейбір адамдар күтпеген жерден ақша алып қалуы мүмкін, немесе отпускной алуы мүмкін, туған күні болған кезде крупный сумма тоже жиналып қалуы мүмкін. И сол ақшамен банкке барған кезде, банкке барып сіз айтасыздар, мен досрочно жабайын деп едім деп айтқан кезде, банк сіздерге жоқ, сіз жаба алмайсыз, сіздің осындай ограничениеңіз бар, немесе 6 айдан кейін, 1 жылдан кейін жабыласыз деген сияқты бір ұсыныстарын айтады. И осы моментте сіздердің бастарыңызға, айтқанда миларыңызға барады, что бекер осы договорды оқымадым деген сияқты. Сол себеп достар, кредитті алмай тұрып, осы досрочно жабу жайлы ақпарат тоже біліп алыңыздар. И сол кезде сіздер осындай бір ловушкаға ұрынбайсыздар. Себебі соңғы негізінде кредит осы беретін банктерге біздің досрочно жапқанымыз оларға тиімсіз. Егер біз көбірек досрочно жаппай ұзақ төлей беретін болсақ, оларға наоборот тиімді, олар 1-ге 1, 2-ге 1, 3-ге 1 табыстарын ала береді. Сол себепті олар өздерінің договорларына, енді олар көбінесе айта бермейді, олай арасында бір мұқият оқысаңыздар, досрочно жабу жайлы бір ограничениялар болады. Сол себепті осы ловушкаға ұрынып қалмас үшін сіздер досрочно жабу жайлы ақпаратты көбірек біліп сұрап алыңыздар. Әрине, ең дұрысы договорды толық оқып шықсаңыздар, сол дұрысырақ болады. Сонымен достар, осы 3 қателікті жібермеу арқылы сіздер өздеріңіздің кредиттеріңізді болашақта тез әрі тиімді жабасыз деген ойдамын. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, және осы видеоны өздеріңіздің таныстарыңызға, достарыңызға, WhatsApp чаттарыңызға, Telegram группаларыңызға жіберіп отырыңыздар. Себебі әр қазақ кредитсіз және бай болсын деп осындай бір жақсы ниетіңіз болса, осы видеоға өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Егер қосымша табыс көздерін қарастырғыңыз келсе, және де мен сияқты кредитсіз өмір сүрулеріңіз келсе, онда менің Telegram каналыма тіркеліп отырыңыздар. Telegram канал бізде ашық, онымен қоса бізде тағы да бөлек жабық өзіміздің клубымыз бар. Енді бұл бөлек тақырып, болған бөлек тоқталатын боламын. Енді қысқаша осы достар, сіздерден болған мен Зия Құлымбет. Келесі жүздескенше сау саламатта болайық. Барлығымызға политика.